Сәлем достар. Бүгін біз бәрімізді толғандыратын ғасырлар бойы адамзаттың санасын мазалаган сұраққа жауап іздейміз. Адам неге қартаяды? Бұл сұрақты өмірінде бір рет болсын, әрбір адам қояды. Неге біз жас күнімізде сергек, қуатты, ойымыз ұшқыр, денеміз мықты боламыз да, уақыт өте келе баяулаймыз, шаршағыш боламыз? Адамзат тарихында қартаймаудың құпиясын ашқысы келгендер өте көп болды. Ежелгі заманда билеушілер, патшалар, тіпті қарапайым халықта мәңгілік өмір эликсирін іздеді. Ал енді осы тақырыпты ғылыми тұрғыдан талдап көрейік. Бала кезде біздің клеткалар өте тез бөлінеді. Сол себепті балалар жарақатты да тез жазады. Бірақ 25 жастан кейін ағзада өзгерістер басталады. Клеткалардың бөлінуі баяулайды. Бұлшықет массасы аздап төмендей бастайды. Адамдар тек күнтізбемен сағат арқылы уақытты сезінеді деп ойлау үлкен қателік. Шын мәнінде, әрбір адамның ішінде уақытты өлшейтін күрделі механизмдер бар. Әрбір жасушаның ішінде теломер деген ерекше құрылым бар. Теломер хромосоманың ұшында орналасқан ДНК тізбегінің қорғаныш қақпағы. Әр жасуша бөлінген сайын теломерлер қысқара береді. Бірнеше ондаған бөлінуден кейін теломерлер тым қысқарып, жасуша ары қарай көбейе алмайды. Мидың ішінде гипоталамус деген кішкентай ғана бөлік бар. Ол біздің биологиялық орталық сағатымыз. Адам денесі миллиардтаған жасушадан тұрады. Әр жасуша кішкентай зауыт секілді. Оның ішінде ядро, митохондрия, мембрана, цитоплазма сияқты құрылымдар бар. Ғалымдар жасушалардың қартаюын сенесценция деп атайды. Бұл жасушаның бөліну қабілеті тоқтап, қызметінің әлсіреуі. Митохондрияны жасушаның электр станциясы дейді. Уақыт өте оларда ақау көбейіп, энергия азаяды. Күн сәулесі, радиация, стресс, дұрыс тамақтанбау ДНК-ны білдіреді. ДНК біздің ағзамыздың нұсқаулық кітабы. Онда әр жасушаның қалай жұмыс істейтіні, қалай бөлінетіні жазылған. Уақыт өте келе ДНК-да сақ мутациялар пайда болады. Жас ұлғайған сайын жөндеу жүйесі әлсірейді. Жапониядағы Окинава аралында ұзақ жасайтын адамдар көп. Ғалымдар олардың генетикалық ерекшеліктерін зерттегенде қабынуды баяулататын гендер барын анықтады. Эпигенетика деген ғылым бар. Бұл өмір салт, тамақтану, стресс сияқты факторлардың гендердің жұмысын қалай өзгертетінін зерттейді. Гормондар. Бұл біздің ағзамыздағы кішкентай хабаршылар. Олар эндокриндік бездерден бөлініп шығып, қан арқылы бүкіл денеге тарайды. Балалық және жастық шақта өсу гормоны ең белсенді. Бірақ 25 жастан кейін бұл гормонның деңгейі біртіндеп төмендей бастайды. Әйел ағзасында эстроген терінің серпімділігін сақтайды, сүйекті қатайтады, жүрек қан тамырын қорғайды. Ерлердің басты гормоны тестостерон 30 жастан кейін жылына шамамен 1% төмендейді. Мелатонин қараңғы кезде бөлініп, бізге ұйқы келеді. Жас ұлғайған сайын мелатонин азаяды. Созылмалы күйзелісте кортизол үнемі жоғары болып, қартаю үдерісі жылдамдайды. Адам миы шамамен 86 миллиард нейроннан тұратын күрделі орган. Жас кезінде нейрондар арасында жаңа байланыстар өте жылдам қалыптасады. 60 жастан кейін ми көлемі жылына орта есеппен 0,5% азая бастайды. Ең алдымен маңдай бөлігі кішірейеді. Қысқа мерзімді есте сақтау жасқа байланысты қатты әлсірейді. Бұл гиппокамп аймағындағы жасушалардың қартаюынан. Қартайған кезде химиялық хабаршы заттар, нейротрансмиттерлер азаяды. Допамин, ацетилхолин, серотонин. Ми қартаюының нәтижесінде Альцгеймер ауруы, Паркинсон ауруы, деменция сияқты аурулар пайда болуы мүмкін. Үздіксіз оқу, физикалық жаттығу, дұрыс тамақтану, әлеуметтік қарым-қатынас мидың қартаюын баяулатады. Иммундық жүйе біздің ағзамызды инфекциялардан, бактериялардан, вирустардан қорғайтын басты қорғаныс механизмі. Балалық шақта тимус безі үлкен әрі белсенді болады. Бірақ 20 жастан кейін тимус біртіндеп кішірейіп, май тіндеріне айнала бастайды. Қартаюмен байланысты созылмалы төмен деңгейдегі қабыну бар. Ғалымдар мұны инфламмейджинг деп атайды. COVID-19 пандемиясы кезінде егде жастағы адамдардың өлім жітімі өте жоғары болды. Бұл да иммундық жүйенің әлсіреуінен. Дұрыс тамақтану, жеткілікті ұйқы, физикалық белсенділік, стрессті азайту, вакцинация иммундық жүйені қолдайды. Иммундық жүйе біздің ішкі әскеріміз. Ол жас кезде мықты болса да, уақыт өте әлсірейді. Қартаюды тоқтату мүмкін емес, бірақ оны баяулату жолдары бар. Ғылым үнемі дамып, жаңа мүмкіндіктер ашылуда. Дұрыс өмір салты арқылы біз қартаю процесін баяулатып, сапалы өмір сүре аламыз. Достар, бүгінге осы. Келесі видеода жаңа тақырыпты талдайтын боламыз.
Каналга тиркелип, арнамызды жоғалтып алмаңыз.